Арпа дәні. Жақсы күндер ұмытылмайды, игі істер мәңгі есте қалады. Ежелгі уақытта көңілді шымшықтар біздің ормандарымызды шарлап, әндерін айтатын. Бірде қыста қара бұлттан жаңбыр жауып, апат болды. Сөйтіп, 9 күн бойы тоқтамай жауды. 10-шы күні дегенде аяз болып, бүкіл жер бетін қалың мұз басты. Жануарлар оны не тұяқтарымен тесе алмады, не тістерімен тістей алмады. Бірде біреуі шөп жей алмай, барлық мал аштықтан қырылып қалды. Адамдар еттің дәмін ұмытты. Қазандықтарда бос су қайнатылды. Қарттар аштықтан қайтыс болып жатты. Мықты деген жастардың өзі шаршады. Қыздар күлімсіреуді ұмытты. Қиындық қараңғы түн сияқты бәрін қиратты. Әндердің орнына барлық жерде жоқтаулар айтылды. Тіпті құстар үнсіз қалды. Тек шымшық қана өзінің қарапайым әндерін салды. Ал құр сүлдері қалып, өлуге айналған адамдарды көргенде ойландым. Оларға қалай көмектесуге болады? Халықты қалай аштықтан құтқаруға болады деп. Ол бірнеше рет өз даласынан ұшып кетті. Онда ол орыс халқын көрді. Бұл адамдар үйлерде тұрады. Жер жыртып егін егеді. Әйелдер ыстық пештерден нан пісіреді. Ұшып келген шымшықтар нан қоқымын қоректенді. Әлемде бұл үгінділерден дәмді ештеңе жоқ. Шымшық бәрін есіне алып, сосын бұтаққа секіріп, тау адамдарына айтты. Мен сендерге көмектесемін. Ол кең тыныстап алып, даланың екінші жағына қарай ұшып барды. Өліп жатқан адамдарды көзімен шығарып салып күрсінді. Мұндай кішкентай құс халықты құтқара ала ма? Ол мүмкін емес. Дегенмен олар ұшып кеткен жаққа қарап ұзақ күтті. Күн жоғары көтеріліп, көктемгі жылу мұз қабығын ерітіп жіберді. Бұлақтар ағып, жасыл желек көтерілді. Аш адамдар әрең қозғалады. Қандық шөбінің тамырларын жерден қазып алып жеді. Ал өздері жоғарыға қарады. Шымшықтар көрінбейді. Мүмкін зұлым қоңызды басып, озып, өткір тырнақтарымен тырнап, қисық тұмсықпен тістеді. Ал шымшықтар жер бетінен жоғары, тіпті жоғары ұшты. Далада бетеге шулап, қайыңдар жасыл киімдерін кие бастаған. Орыстың жігіттері жер қазып, қап-қап бидай, қара бидай арпаны тұқымдыққа егіп жатыр. Шымшық болса, қаптардың үстінен айналып ұшты. Дән алуға дәті шыдамады. Ол өзін жерге ұрып, әп-сәтте жап-жас қыз болып шыға келді. Орман тау шымылдықтарынан жер беті жанып, қара-қара қатқа ұқсайды. Қастары ұшқан құстың қанаттары сияқты. Қыз диханға келіп, иіліп сәлем беріп, таудағы адамдар аштыққа ұшырағанын жеткізді. Маған бидай беріңіз деп сұрады ол. Тауда жас қысқа күзгі бидайды аяз үсіреді, деді жер жыртушы. Мен саған одан да арпа дәнін берейін. Диханшы арпаны мөшекке салып, қыздың қолына ұстатты. Ал қыз кешігіп қалмауы үшін оған ат берді. Қыз жер жыртқышқа алғысын білдіріп, тауға қарай жүгірді. Онда биік көк жартастың артында 60 аршын құйрығы бар ақ қасқыр күтіп тұрды. Ауыз ашып тістерін қайрады. Оның аяқтары садақ тәрізді нығыз. Ол атқа секірді, қыз болса құлады. Ол қапты төгіп алды. Ат жалт бұрылып, жебе ұқсап үйіне қарай ұшты. Қыз қайтадан шымшыққа айналды. Жерге секіріп, тұмсығын қымбат дәнмен толтыра бастады. Ақ қасқыр оған қайта ұмтылды. Тістерін қайрап, бірақ құс одан қашып кетті. Қасқырдың тістерінде бір қауырсыны қалды. Қасқыр жерге ұрылып, табан астында зайсанға айналды. Шашылып жатқан дәннің қалдықтарын тойымсыз неме аузына қолмен ұра бастады. Шымшық болса, тау адамдарына оралып, оларға арпа дәнін берді. Ол тағы да қызға айналды.
Ол орыс жерін қалай егіп, нанды қалай себетінін, ыстық пештерде нанды қалай пісіретінін айтты. Алқаптар жер қопсытып тұқым себілді. Күзде жиналады. Арпа дәніне әйелдер ұн талқан дайындады. Олар талқанмен шай іше бастады. Көп ұзамай барлығы аштықты ұмытты. Жігіттердің жүздерінде күлкі пайда болды. Қыздар ән шырқады, солай барлығы жақсы болды.